Бір күні саған Дональд Трамп хабарласып, "Hello, can you transfer me money?" десе, таңғалма. Мұның бәрі дипфейк. Соның арқасында мен Тоқаев болып, жаңа жылыңмен деп құттықтай аламын. Я болмаса, Анджелина Джолидің кейпіне ене аламын. Мұны алаяқтар да пайдаланады. Олар жиіге негізделген дипфейк технологиясын отбасы мүшелері, компания басшылары, немесе белгілі адамдар сияқты сенімді тұлғаларды имитациялайтын өте шынайы бейне, аудио немесе суреттер жасайды. Оларға аздаған ғана дерек жетеді. Мысалы, сенің әлеуметтік желіге жариялаған қысқа бейнең немесе дауысың жеткілікті. Мысалы, YouTube пен әлеуметтік желілерде дипфейк Илон Масктың жаңа криптовалютаға инвестиция салуға шақыратын немесе биткоиндерді 2 есе көбейтуге уәде беретін тікелей эфирлері пайда болды. 2025 жылы мұндай схемалардың залалы $100 миллион жетті. Немесе 2024 жылы Тейлор Свифт пен Джо Роган сияқты атақты адамдардың жасанды интеллект арқылы жасалған дауыстары адамдарға мемлекеттік қаражатты уәде еткен алаяқтық схема үшін пайдаланылған. Онда дипфейк жұлдыздар, мен бірнеше ай бойы сіздерге осы тегін $6400 алу туралы айтып келемін дейді. жылы ақштың Нью-Гэмпширдегі праймериздің алдында мыңдаған сайлаушыға автоматтандырылған қоңырау шалынып, онда жасанды интеллект арқылы жасалған президент Байденнің дауысы адамдарға дауыс бермеуге шақырған. Бұл ақштағы автоматтандырылған қоңыраулар туралы заңдарды қатаңдатуға алып келді. Осы арқылы қоңырау, бейне қоңырау, хабарлама немесе жарнама кезінде шынайылық көрінісін жасайды. Алдау арқылы жәбірленушінің ақша немесе құпия ақпаратын алуға тырысады. Енді Ask Voice Cloning туралы айта кетейік. Алаяқ өз даусымен емес, машиналық оқыту модельдері арқылы жәбірленуші білетін және сенетін адамдардың, мысалы отбасы мүшесінің, әріптесінің немесе компания басшысының дауысын имитациялау үшін қолданады. Алдымен алаяқтар дауыстың мысалын жинайды. Кең тараған жолдары ретінде Instagram немесе TikTok, вебинарлар, онлайн кездесулер, дауыстық хабарламалар және тіпті телефон арқылы қысқа сөйлесуді айтуға болады. Мысалы, белгісіз қоңырауға "Сәлеметсіз бе? Бұл кім екен?" деген сұрақ алаяққа клондау үшін жеткілікті аудионы жазып алуға мүмкіндік береді. Дей тұрғанымен, технология қанша дамыса да, алаяқтарда сақтанудың негізгі амалы сыни пайым болып отыр. Біз бұған дейін жазғанымыздай, алаяқтар психикамыздағы көпке ортақ қасиеттерге арқа сүйеп, эмоциямызға ықпал етуінің арқасында өркендейді. Сондықтан алаяқтықтан сақтанудың тиімді тәсілі техникалық, қаржылық және медиа сауат пен эмоциялық тұрақтылығымыз екенін ұмытпаңыз.